Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ерекше әдемі болып шығатын, кез келген отырыс пен ауызашардың сәнін келтіретін қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі жент рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ұсақталған талқанымызды алып, оған ерітілген сары майды құямыз. Содан соң осындай қойылтылған сүтімізді, яғни сгущенканы салып, қазір барлығын жақсылап лопаткамен немесе қасықтың көмегімен барлығы біріккенше араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты жентке ерекше дәмді дәм беріп тұру үшін оған кез келген жаңғақ түрін, мейізді, тіпті балды да қосып жасауларыңызға болады. Әрине ол міндетті емес. Осылай қалдыра берсеңіздер де болады. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін кез келген форманы алып, менде кейк-попстарға арналған силиконды форма, сіздер кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Силиконды болса тіпті жақсы. Соған осылай бір шай қасықтан жаңағы дайындап алған жентімізді салып, оның үстінен қасықпенен басып шығамыз. Артылған шығып кеткен бөліктерінің барлығын осылай қасықтың көмегімен шеттерін жақсылап тегістейміз. Осылайша барлығын силиконды формаға жайғастырып болғанша дәл осы қимылдарды қайталаймыз. Сіздер кез келген қолда бар немесе өздеріңізге ұнайтын форманы қолдануларыңызға болады. Бірақ негізінде осындай силиконды форманы пайдаланатын болсаңыздар, женттеріңіз өте жеңіл, жабыспай алынады. Бұл рецептің өте жақсы ерекшелігі, оны дайындап болғаннан кейін қату үшін, өзінің формасын сақтау үшін сағаттап немесе тәуліктеп қатыруды қажет етпейді. Жасап болғаннан кейін бірден пайдалана беруге болады. Рецептке қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның соңында описание бөліміне жазамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Видеоның астында еще деген батырманы бассаңыздар, сол жерде рецептке қажетті ингредиенттердің толық нұсқасы жазылады. Жентіміз дайын болды. Оны қазір шетке қойып шоколадтарын дайындаймыз. Бізге осындай ақ және қара түсті шоколадтар қажет. Оны микроволновкада немесе су моншасында осылай ерітіп аламыз. Ерігеннен кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Қандай шоколад түрін пайдаланғанымды видеоның соңында описание бөліміне жазамын. Ақ шоколадты қалауларыңызға байланысты кез келген бояғышпен әртүрлі түске бояп қолдануға болады. Шоколадтарымыз ағып жан-жаққа төгілмес үшін осылай кондитерлік қапшықты банкаға немесе өздеріңізге ыңғайлы кез келген ыдысқа салып алыңыздар. Содан соң шоколадты осылай құйған кезде сіздерге жұмыс жасауға өте ыңғайлы болады. Шоколадтарыңыз жан-жаққа төгілмейді. Құйып болғаннан кейін банканы алып, кондитерлік қапшықтың бетін толықтай ауасын шығарып жабамыз. Шоколадты ерітудің тағы бір жолы, осылай шоколадты ерімеген күйінде кондитерлік қапшыққа салып, ауасын толықтай шығарып, аузын жапқаннан кейін ыстық суды ыдысқа құйып, соның ішіне салсақ, шоколадтарымыз дәл осылай еритін болады. Ерітілген шоколадты формаға құю үшін кондитерлік қапшықтың бас жағын қайшымен қиып аламыз, содан соң шоколадты осылай формаға құямыз. Шоколадтың екі түрінде дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп құйып шығамыз. Женттің бетін шоколад толықтай жауып тұру үшін форманы 4-тен 3 бөлігін осылай шоколадпен толтырамын. Шоколадтарымызды құйып алғанша біздің женттеріміз дайын болды. Ол өзінің формасын өте жақсы ұстап тұр, жабыспай бірден өте жеңіл болып алынады. Міне дәл осылай видеода көрсетілгендей кез келген үйде бар силиконды форманы пайдаланып жасайтын болсаңыздар, сіздердің де формаларыңыздан жент өте жеңіл алынады. Жент өзінің формасын ұстап тұру үшін мен оны тоңазытқышқа қойған жоқпын, тек шоколадты ерітіп құйып алғанша ғана бөлме температурасында тұрды. Соның өзінде формасын өте жақсы ұстап тұр. Тек шоколадқа матырғаннан кейін қату үшін оны шамамен жарты сағатқа тоңазытқышқа немесе бірнеше минуттарға мұздатқышқа қойып алсаңыздар болады. Мен шамамен 7 минутқа мұздатқышқа қойып алдым.
Қазір оны формадан алып көрсетемін. Міне осылай форманы қолымызбенен бассақ, ол өте жеңіл алынады. Шоколадтарымыз толықтай қатып, өзінің формасын өте жақсы ұстап тұр. Өте әдемі болып шыққан. Байқағандарыңыздай, женттің өзі де формасын жақсы ұстап, төгіліп, шашылып жатқан жоқ. Осылайша біздің женттеріміз дайын болды. Оның бетін қалған шоколадтың артық бөлігіменен осылай әдемілеп, әсемдеп шықсаңыздар болады. Шоколадпен бетіне кез келген өрнек түрін салып әсемдеуге болады. Әрине, дәл менікіндей әсемдеу міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңызға, фантазияларыңызға байланысты әртүрлі заттарменен әсемдеуге болады. Өте әдемі, тартымды, дәмді, көзге көрінетін, кез келген отырыстың сәнін келтіретін қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі жентті сіздер де дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Дәл осылай ерекше түрде отбасыларыңызға ұсынып, қонақтарыңызды да қуантсаңыздар болады. Ауызашарға дайындап, ораза айында немесе басқа да кез келген отырыста қолдансаңыздар болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Ұлттық тағамымызды дәл осылай жасап, сіз де дәмін бірге көріңіз. Сіздермен бірге болған гүлім. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Видео сіздерге ұнап, пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды да ұмытпаңыз. Және апта сайын жаңа видео рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыз.